Тамам 8-де бірінші есебін шығаратын боламыз. Бұл жерде бізде осы формула, жанаманың формуласы арқылы бізге мына x1 мен x2-нің қойып мәнін табуымыз керек. Ол үшін де біз ең біріншіден осы формуланы қолданамыз. Бізде ең бірінші fx0-ді табуымыз керек деп тұр. fx0 деген осы функцияны ауыстырмай осыны қою керек деген сөз. Ең бірінші біз түсініп алайық. Бұл жерде x1 тең 1,998 дегенде біз x0 тең 2 деп аламыз. 6 дей салуға болады. Яғни біз мәндерді дөңгелетеміз. Формула бойынша fx0 табу керек деп тұр. Сонда біз ешқандай туындысыз табуымыз керек. Бізде ол fx0 бізде 2-ні табу керек деген сөз. Енді біз осыны қоя саламыз. 2-нің кубы дейміз, қосылған 3 көбейтілген 2. 2-нің кубы 8, 8-ге 6-ны қосқан кезде бізде 14 болады. x0 бізде 2 ғой. Мен 2 дей салайын сразу. Осыдан туындыны жасаламын. Енді бізге мынау функцияның туындысын табуымыз керек. Бізде функцияда 3x шығады. Кубтан минус 1 азайтқан кезде бізде 2 шығады. Қосылған жай ғана 3 болады. Себебі x жойылып кетеді формула бойынша. Енді x-ның орнына біз 2-ні қоямыз. 3x-дің квадраты, яғни 2-нің квадраты 4, қосылған 3. Мұнда бізде 12, 12-ге 3-ті қосқан кезде 15. Енді біз осы формулаға қоя береміз. Яғни y-тен бізде fx0-ді сұрап тұр. Бізде ол 14-ке түседі. Біз таптық оны. Қосылған туындының 15 деп тұр. Жақша ашылған x деп тұр. X бізде 1,998 азайтылған 2-ні жазамыз. Себебі біз x0-ді біз 2 деп алып алдық. Енді шығара береміз. 14 қосылған 15 көбейтілген. Мұнан азайтқан кезде біз минус 0,2 шығады. Енді 15-ті мынаған көбейткен кезде бізде минус 0,103 шығады. Оны 14-ке қосқан кезде бізде 13,197. Енді біз екінші мән бұл осыны берілген. Осыны қояйық. 6-ны қоямыз. Сонда x-тің кубы біз кубын сұрап тұр, яғни 6-ның кубын сұрап тұр. Міне осы формулаға қойдым функцияға мәндерін. Енді табайық. 6-ның кубы бізде 216-ға тең. 3-ті 6-ға көбейткен кезде 18, сонда 234 шығады. Енді бізге x0-дің туындысын сұрап тұр функциясында. Біз бірден x0-ның орнына 6 деп жазайын сразу. Сонда біз мынаның туындысын табамыз. 3x квадрат қосылған 3 болады. Яғни мынау сияқты дәл солай. Бірақ мәндері әртүрлі. 3 көбейтілген x-дің квадраты, яғни 6-ның квадраты 36 қосылған 3. Енді бізде неше шығады? Бізде 111 шығады. Енді осы жанаманың формуласына қоямыз теңдеуіне. Сонда y-тен мына жерде 234 жазамыз. Қосылған 111. Енді бізде x-тен x0-ді азайт деп тұр. X бізде 6,2 азайтылған 6 тең. Енді 234 азайтқан кезде бізде 0,2 шығады. Оны 111-ге көбейткен кезде бізде қосылған 0,222 шығады. Барлығын қосқан кезде білесіңдер 234,222 шығады.
келесі әдісінде де дәл солай бізге мына жерде мәндер дөңгелек деп алайық, яғни x0 дей салайын. Бұл жерде 3-ке тең x0. Мұнда дөңгелек деген кезде яғни 2-ден кейін 4-ден кейін 5-тен үлкен сан болып тұр, яғни 9 болып тұр. Сол себепті біз мынаған бір санды бере саламыз, ол 3 болады дөңгелек деген кезде. Енді біз дәл соңынан осы x0-ді табуымыз керек. x0 бізде 3, сол үшін 1-ден 3-ті жазамын. Енді орнына қоямыз. 3-тің квадраты бізде неше шығады? 9. 3-тің 5 дәрежесі 243. Сонда бізде минус сан шығады. Теріс сан не? Енді мына формулада туындысын тап деп тұр. Енді біз бірінші функцияның туындысын табамыз, сосын бірақ 3-ті қоямыз. Мен бірақ 1-ден жазып жатырмын. Яғни туындысын тапқан кезде 2 алдына шығады, себебі бізде квадрат бар. 2-ден 1-ді азайтқан кезде 1 болады, 1-ді жазбай қоюға болады осылайынан. 5 алдына шығады, x 4, яғни 5-тен 1-ді азайтқан кезде 4 шығады. Келесі енді орнына қоя береміз. 3-ті мұнда 6 болады, минус 3-тің 4 дәрежесі бізде 81, 5 көбейтілген 81 тең, мұндадан минус сан шығады, 399 шығады. Енді жаңа мұның формуласына қоямыз. Тең минус 4 минус. Формулада бізде плюс, бірақ мына жерде минус болғандықтан минус болып кетеді. Енді бізде x деп тұр. Бізде x-ін 3/3-ке тең азайтылған 3-ті жазамыз. Тең. Енді минус 234 азайтылған. Мынаны азайтып, мынаны азайтқан кезде бізден 0/3 шығады. Оны мынаған көбейткен кезде 11/97 шықса, жауабы минус 245/97 шығады. Келесі біз екінші мән бар. Бұл міне осыны қоямыз. Байқасаңдар, біз мынаны дөңгелек деген кезде 3 шықты, мынада да 3 болғандықтан мәндері осылайынан болады. Осыны жазайын. Мұнда да дәл соның. Туындыдан бір функция болғандықтан туынды бізде бірдей болып шығады. 3-ті қойғанда да дәл соның болады. Сол себепті мен жазайын. Мен жерде қателесіп кеттім. Бұл жерде минус 234 болады, ал туындыда минус 399 болады. Енді біз жанаманың формуласын табамыз дәл осылайынан. Минус 204 азайтылған. Неге азайтылған? Себебі минус пен плюс минусқа айналып кетеді. Енді x деп тұр, міне x. Бізде x нешеге тең? Бізде x мынаған тең. Жазайық. 2/97 азайтылған. Енді x0 сұрап тұр. x0 бізде 3-ке тең. Тең. Енді дәл соны жаза саламыз. Көбейтілген. Мұнда бізде керісінше мынадан қарағанда бізде минус сан шығады. Минус 0/3. Үстіндегісін жазбай қоюға болады. Мен сендерге жазып жатырмын. Енді шашқан ішінде де минус болғандықтан жазайық. Шашқан ішіне. Енді мынаған көбейтіп аламыз. Себебі көбейтуді ең бірінші орындаймыз. Сосын біз оны мына санға азайтамыз. Сонда минус 232/803 деген мән шығады.